Мемлекеттік тілді аяқ асты етті деп сотқа тартылған Арзан супермаркетіне қатысты іс аяқталуға жақын. Бүгінгі сотқа бұған дейінгі отырыстарға келмеген Алатау аудандық және Алматы қалалық тілдерді дамыту басқармасының өкілдері де қатысты. Олар бірде сауда орнына қатысты ескерту жасалды десе, енді бірде кімнің жасағанын білмей әбден шатасты. Ал жарыс сөз кезінде Арзан өкілі заң бұзғанын мойындады, бірақ судьядан моральдық шығыннан босатуды сұрады. Арзан мыңдай адамды жұмыспен қамтып отырған әлеуметтік маңызы бар нысан. Одан бөлек біз банкрот алдындағы компания ретінде сот шешімімен мемлекеттік төлемдерден босатылғанбыз. Арзан дүкені бағалардың қазақ тілінде жазылмаған мойындайды. Бірақ талап арыздың екінші бөлігі бойынша моральдық шығын төлеуге келіспейміз. Бұған дейін Арзан заңгерлері бірде техникалық себептерін айтты, енді бірде латын графикасына негізделген әліпби бекітілмеді деп ақталғысы келген. Судьяға тауар бағалары мен сипаттарын қолмен жазып жатырмыз деп аянышты кейіп танытты. Ал шағым иесі Қуат Ахметов Арзаннан 1 миллион теңге моральдық шығын талап еткен. Бүгінгі отырысқа келген әкімдік өкілдері сенім хатсыз келіп өз ойларын айта алмады. Құжат мәселесінде ретсіздік барын байқаған шағым берген тарап әкімдік қызметкерлеріне қатысты жеке ұйғарым шығарып сұрады. Олар жергілікті әкімдікті әрекетсіздік танытты деп кінәлайды. Ұшы-қиыры жоқ, сиыр-қиымшақтанып кеткенде, сондықтан да бұл жерде бұл мемлекеттік органдардың ішінің арасында өзара үйлеспеуі әрекетінің және заңды міндеттерін өзінің орындамауы. Сондықтан да соттан біз сұрап отырмыз, мемлекеттік органдарға да өзінің жеке ұйғарым жіберіп, шара қолдануын сұрасын деп.